Бәріне сәлем. Бүгін міне халықаралық әйелдер күні. Қызымыз екеуміз боянып, шашымызды тарап, киініп, папамызды және ұлымды күтіп отырмыз. Я? Қызымның шашын осылай буып қойдым. Мінекей. Әдемі қыз болып отыр, я? Қызым, мейрамыңмен. Бүгін Аляның мейрамы, я? Привет, крал. Мама, подарка келдіңдер ма? Рахмет. Жапа берсе мамаға бер. Vay, рахмет. Кел сүйем. Лёдаға берме. Берсе шой. Vay. Ne dedi? Vay. Ya hayyu. Vay. Ana kayda? Rahmet. Sana mı? Ne aldın? Ala bir kara. Aluşa, hani? Hani? Vay. Вот, клубника в шоколаде. Что? Да? Что? Тюльпандардың сыртындағы қағаздарын алып, осылай екі банкаға бөліп салып қойдым. 8 наурызда жасаған тамақтарымнан пицца жасадым және де бешбармақ. Мына жерде рецептін жазып кетемін. Компот қайнаттым. Мен пиццаға моцарелла сырын морозильникке салып ап, содан кейін теркадан өткізем. Және помидор и колбаса. Осылай майонез жағып алам да, үстіне специя болса специя қосам, болмаса қоспайым. Помидор, колбаса и сыр. Солай духовкаға салып, солай пісірамын. Осылай 8 наурызымызды қарсы алдық. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Лайк басып, комментария жазып кетіңіздер. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.